Құдайға шүкір, бір жағынан шүкіршіл халықпыз ғой. Жұтаған шүкірге тоймайды деген де сөз бар. Бірақ бара-бара бәлен жылдың бойында біз елдігімізді мойындап, одан басқа барар жер басар тауымыз жоқ екені көрініп тұр. Біз Италияға барып, анау-мынау жаңа бірдемелерді Шопенді бақты орындап, одан абырой таппаймыз ғой мысалға. Біз өзіміздің жырымызды, өзіміздің әнімізді аңқыған. Біздің күйшілеріміздің кез келген шығармасын алатын болсақ, осал емес. Біз сезімі өте сезімтал, сондай ұлтпыз. Қазақ болғанымызға мақтануымыз керекпіз. Сол мақтана алмайтын адам. Тіп белгілер айтады, мына қазақтарға таңғаламыз, өз тілін мойындамай, өзге тілді сөйлеп, соны дәреже көреді. Ол өз ұлтына сатқындық жасаған адам өзге ұлттың полноценный, толыққанды мүшесі бола ала ма дейді. Міне ұлттық қасиет. Сол ұлттық қасиетімізді мойындау үшін біз жырымызды, ұлттық дәстүрлі әнімізді, күйімізді жаңғыртуымыз керек. Өте мақұлдаймын. Жаңа төрт аяқтап қолдаймын демекші. Екі қолымды бірдей көтеремін. Қолдаймын, өйткені ұлттық қасиетін оятып, тарихына тәнті қылатын тәуір бастама деп айтуға болады. Өте жоғары бастама. Өйткені ол жаңа жырды оқу арқылы сол Қобыландыдай болуға талаптанады. Ұшатын атым болса екен дейді, ана Қызылқала, Қарлығала, Сарылғаланың үстінен мысалы. Батырлар жырын жаттаған балдары ұлтшыл болып өседі. Ұлтын ұлықтамаған жағдайда ол адам емес, робот қой. Өз ұлтына жаны ашымаса, оны қорғамаса, оның абыройын, арын ойламаса, одан қандай үміт? Қандай үміт? Ол адам болып жүргенің қажет жоқ қой оның. Міне, сонда бізде тілімізде, дінімізде, діліміз, болмысымыз деген сөз. Бәрі жөнделеді.